Орталық Азия аймағында жалпы түбі бір түркітілдес халықтардың арасында қолөнердің алар орны айрықша. Бауырлас елдердің мәдениеті, тұрмыстық салтында көптеген ұқсастықтар бар. Әсіресе баршамызға ортақ көне көркем өнерлердің бірі ою мен ой өрнектеу. Жалпы Орталық Азия өңірінде осынау өнердің тамыры неолит және қола дәуірінен бастау алады. Тарихи жазба деректерге қарағанда 2,5 мың жылдық шежіресі бар. Бұған Жасыбай мен Ұлытау маңындағы тастарға басылған байырғы суреттер куә. Ол тек тарих таңбасы ғана емес, ұлттық дүниетаным айнасы. Әрбір оюдың өзіндік мән мағынасы бар. Өрнектерден әр халықтың бірегейлігін танып білуге болады. Бүгінде киелі бабалар мұрасының сақшылары ескі мәнерді негізге алып, жаңаша сипатта жасайды. Шеберлердің мақсаты ою мен көмкерілген ұлттық өнерді кеңге насихаттау. Неке мына көк көйлектің алды сырға ою дейді. Сырға деген тақыншақтардың оюларын сол біз осы сырға оюларменен көпшіліктен ажыра аламыз. Басқа елдерде біздерде кейін геометриялық біздерде қазақша оюларда былай домаланып келеді, айланып, ол не бұрыш болмайды қазақша оюларда, біздерде бұрыш болады. Бізде қазақта өзінің жеке қасиеттері ұстап қалу керек, бала білу керек секілді әртүрлі қасиеттері бар. Соның бірі әсіресе қыз балаға ең керектісі және қажеттісі ұрпақтан ұрпаққа қалдыра алатыны бұл тігін өнері. Яғни бұрынғы кезде кестелеп тоқу немесе көрпелер жасау, киіз басу секілді нәрселер болса, қазіргі кезде мен ұлттық брендті, яғни біздің негізгі элемент ою болып саналады. Осы ою өрнекті әлемдік брендтер секілді барлық киім үлгісіне қосып, заманауи киіммен үйлестіріп шығарғым келеді.